Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 6 ақпан күнгі жаңалықтарға обзорымызды бастаймыз. 2029 жылғы қысқы Азия ойындары Алматыда өтеді деген. Екіншісі, қатты аяз, жаңбыр және бұрқасын, Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады. Димаш Құдайбергенов халықаралық жобасы Алматыда көрсетілді. Қазақстанда балалар саны 1,5 миллионға артқан. Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды. Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 9:00-де ашу жоспарланған. Павлодар және Қарағанды облыстарында жол жабылған, мәлім етті. Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Шідерті автомобиль жолының 1135-1206 шақырым аралығындағы участке жабылған екен. Сонымен қоса 6 ақпан сағат 4-те ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар автожолдар барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі. Бұл Астана, Қарағанды, Алматы 248-592 шақырымдар, Қарағанды, Аягөз, Тарбағатай, Бұғаз автожолы 17 мен 217 шақырымдар, Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Шідерті автожолы 970-1135 шақырымдар, Астана, Қарағанды, Алматы автожолының 164 пен 198 шақырым аралығы. Жолда жүрсеңіз, сақ болыңыздар. Семейде 23 жастағы жігіттің мәйіті ертістен табылды. Ақмола облысында балықтардың жаппай қырылуы жұртты алаңдатты. Су тасқыны қаупін азайту мақсатында 110 шақырым өзен арнасы тазаланды. Елімізде бала құқығын қорғайтын арнайы менеджер пайда болады. Қазақстан мен Беларусь сенімді стратегиялық серіктес, Ерлан Қошанов айтты. Қарқаралы ұлттық паркі инвесторларға жаңа мүмкіндіктер ұсынды. Атырау облысындағы Бутадиен жобасынан ресейлік инвестор шығып кетті. 2025 жылы Хоргос Гейтауэй арқылы жүк тасымалы артты. Абу-Дабиде өткен келіссөз Ресей мен Украина тағы да тұтқын алмасты. Қырғызстан Қазақстанға пайдалануға жер беріп жатыр. Қырғызстан Қазақстанға беріп жатыр. Шатасып кетпеңіз, Қазақстан беріп жатқан жоқ. Бүгін ақ Олимпиада алауы жағылады. Ұлттық банк алтын қорын толықтырды. Жақында алтын бағасы бір 10%-ға төмендеді. Сол кезде сатып алған шығар, немесе өзіміздің алтынымызды сатпай қорға алып қалған шығар. Қазақстанда кішкене болса да алтын табады. Қайтарылған жерлер кімдерге беріліп жатқаны мәлім болды. Авиация саласы 3 мәселені шеше алмай отыр. Қандай мәселелер екен қарай жіберейік. Бірінші мәселе, сарапшылардың көбі Қазақстанның авиация саласының ұлттық компания жоқ екеніне қапалы. Дамыған елдердегідей орталыққа бағынатын ұлттық деген ерекше санаты бар компания құру идея күйінде қалып отыр. Негізі Air Астананы ұлттық компания деп ойлап жүредім, бірақ ол ұлттық емес екен, ол коммерческий организация. Екінші мәселе, авиация саласында жеткілікті маман жоқ дейді. Ағылшын тілін жетік меңгерген мамандар аз шығар. Негізі бізде мамандар дайындайтын жерлер бар. Проблема сол ағылшынмен болып тұрған сияқты. Ал үшінші мәселенің өзектілігі ойландырмай қоймайды. Мұнайға баймыз деп жар салғанымызбен авиаотын өндірісі елде мүлде кенже қалды. Яғни бізде авиацияға арналған топливо өндірмейді екен. Сол проблема болып тұр. Астанада науқас анасын өз қолымен өлтірген ер адам 11 жылға сотталды дейді. Иранда әйелдерге мотоцикл жүргізуге ресми түрде рұқсат берілді. Теріскей беттегі көшіні үрей биледі. Семейде жаңа туған сәби денесі қоқыс жәшігінен табылды. Құдай сақтасын. Қарашығанақтағы даулы мәселе Shell Қазақстанда инвестицияларын тоқтатты. Астаналық оқушылар түстен кейін де онлайн оқитын болды. Қазір Астанада погода нашар сияқты.
Қысқы Олимпиада алдында ұлттық құрамаға тағы бір жолдама берілді. Қару, есірткі, ұрланған көліктер. ОқК мен ІІМ Ішкі істер министрлігі бірлескен операциясында 20 адам қолға түсті дейді. Жүкті келіншек тікұшақпен шұғыл түрде Өскеменге жеткізілді. Алматыда мемлекеттік мүлікке қатысты алаяқтық схеманы ұйымдастырғандар сотталды. Былтыр елімізде 889 мың тонна өсімдік майы өндірілді. Рудныйда 9 орындық қазақ мектебі ашылды. Жаңа конституция жобасы мемлекет пен бизнес арасында сенім мен серіктестік орта қалыптастырады деп айтқан Олжас Бектенов. Елімізде жүлде қоры 25 миллион теңге болатын байқау басталды. Қандай байқау екен? Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында елімізде ұлттық әлем батыл байқауына өтінім қабылдау басталды екен. 4 санат бар. Young Talents, Driving Power, Future Builders, Innovators дейді. Бұл деген студенттерге 12-18 жастағы мектеп оқушыларына арналған. Және ғылыми зерттеулермен айналысатын адамдарға. Қазақстан бала ауруын ерте анықтау жүйесімен дамып педиатриясын енгізеді. Бұл жақсы жаңалық, себебі Қазақстанда аутизм деген ауру көбейіп жатыр. Қатарластарын балтамен қуған Атырауда мектеп оқушысына қылмыстық іс қозғалды. Атырау қаласында Айдос Сұлтанғали атындағы спорт кешені бой көтермек. 2026 жылы солтүстікте 3000-нан астам адам қоныс аудара алады. Шетелдік әртістер қандай жағдайда Қазақстанда өнер көрсете алмайды? Перизат Қайрат түрмеде жұмыссыз, бірақ сәнгер болуы мүмкін. Елордалық оқушылар ұлттық ұланның авиациялық базасының қызметімен танысты. Мемлекет басшысы қорғаныс министрінің орынбасарларын қабылдады. Зейнетақы қорынан ақша шығару бәсеңдеді. Нұрлан Имам Дональд Трамптың қайырымдылық асына қатысты. Toyota Alphard және басқа да оң рульді көліктерге жолаушы тасымалына тыйым салынуы мүмкін дейді. Сауда министрлігі бірқатар өзгерісті қоғамдық талқылауға шығарды. Нұрлан Сабуровқа Ресейге кіруге тыйым салынды. Ауа райына байланысты әуежайында 12 рейс кешігіп жатыр. Мана Нұрлан Сабуров туралы қарай жіберейік. Нұрлан Сабуров Ресейде көші-қон талаптары мен салық нормаларын елемей табыс тапқан. 2024 жылы ол 50 миллион рубльден астам кірісін декларациялады. Оның бұл елде жалпы құны 60 миллион рубльден асатын мүлкі бар деп жазады ресейлік басылым. Егер Нұрлан Сабуровта Ресей гражданствосы болмаса, примерно сол үшін Ресей кіргізілмеген сияқты. Ауа райына байланысты Астана әуежайында 12 рейс кешігіп жатыр. Оны оқыдық. Жамбылда қатты желден бірнеше үйдің шатыры ұшып кеткен. Ақтауда көлік жөндеу орталығының аумағында ірі өрт шықты, 2 адам ауруханаға түсті. Кейбір жүргізушілерге айыппұл бойынша жеңілдіктер алып тастау ұсынылды. Бурабайда мал шаруашылығын дамытуға арналған форум өтеді. Балалардың әлеуметтік желіге кіруін шектеу түзетулер парламентте қашан талқыланатыны белгілі болды. Маңғыстауда есірткі жарнамалайтын 125 интернет-ресурс бұғатталған. 5-ші сәбиін күтіп жүрген Ақмола облысында жүкті әйел мен күйеуі жол апатынан көз жұмды. Арты қайырлы болсын. Әскери қызметшілер дрондарды құрастыру мен басқаруды үйрене бастады. Өзбекстан нипах вирусына байланысты Үндістаннан импортты уақытша шектеді. қтж көктемдегі су тасқынына дайындықты бастады. Түркістан облысында салмағы 6 келіден асатын алып сәби дүниеге келді. Жамбыл облысының Сарысу ауданында төтенше жағдай жарияланды. Жуалыда мүгедектігі бар адам тұрғын үй кезегіне заңсыз шығарылған. Президент Конституциялық комиссия жетекшілерімен жұмыс кеңесін өткізді. Димаш Құдайбергеннің, Voice Beyond Horizon жобасы Түркістанда көрсетілді. 4 санат бар.
Осымен жаңалықтарымыз бітті. Жаңалықтар ұнаса лайк басып кетіңіз, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.